Білім беру саласы таным, ұйымдастырылған оқу қызметі, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, сабақтың тақырыбы, анамен бірге әзірлеймін, мысалдар шығарамын, цифрларды бастырып сызамын, 8 саны мен цифры. Оқыту мақсаттары, көрнекілік негізінде қарапайым мысалдар мен тапсырмаларды шешу. Саламатсыңдар ма балалар? Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан әр күнге. Балалар, әліппе дәптеріміздегі бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Сурет бойынша мысалдар құрастыр, оларды шығар. Қорапшада неше жұмыртқа болды, неше жұмыртқа алынды, қорапшада неше жұмыртқа қалды. Сырым мен Әлия анасына тұшпара жасауға көмектесті. Әлия қанша тұшпара жасады, Сырым қанша тұшпара жасады, барлығы қанша тұшпара жасалынды. Балалар, енді біз бүгін 8 санмен танысамыз. 8 саны құрылған қос дөңгелек шеңберден, үлкен шеңбер үстіне кіші шеңбер жанасқан. 8 цифрының жазылу элементіне назар аударамыз. Екінші тапсырма, 8 цифрын қаламмен бастырып жаз. Суретке назар аударамыз. Бір жұлдызшаға неше жұлдызша қоссақ, 8 жұлдызша болады балалар. 7 қоссақ, 8 жұлдызша болады екен. 6 тортқа неше торт қоссақ, 8 торт болады. 2 торт қоссақ, 3 карандашқа неше карандаш қоссақ, 8 карандаш болады. Ойланайық, 5 карандаш қоссақ, 8 карандаш екен. 4 шиеге неше шие қоссақ, 8 шие болады балалар. Әрине, 4 шие қоссақ, 8 болады екен. Келесі тапсырма, 8 санның құрамын есімізде сақтаймыз. 1-ге 7 қосқанда 8, 2-ге 6, 3-ге 5 қосқанда 8, 4-ге 4 қосқанда 8 болады екен балалар. Есімізге сақтаймыз. Үшінші тапсырма, үйшікті толтыр. 8 санын шығару үшін берілген санға қандай санды қосқанда 8 саны шығады. Ойланайық, үйшікті толтырайық. Сурет бойынша ыдыстарды санай отырып, қосу мен азайтуға мысал құрастырамыз. Көршісін тап ойынын ойнайық. 1-ден 8-ге дейінгі сандардың алдыңғы артқы көршілерін табамыз. Енді балалар, 1-ден 8-ге дейінгі сандарды пайдалана отырып есеп шығарамыз. Сандарды қосамыз, азайтамыз, нәтижесін табамыз. Балалар, сонымен біз бүгін 8 санымен және 8 цифрымен таныстық. Өз жұмыстарыңызды сәттілік сатысы арқылы бағалайсыздар. Егер қателіктер көп болса, төменгі сатыда көңілсіз смайликтің суретін саласыздар. Егер қателіктер аз болса, ортаңғы сатыда аузы түзу смайлик саласыздар. Егер қателіктер болмаса және барлығын жақсы түсінсең, жоғары сатыда күлімдеген смайликті салуға болады. Бүгінгі сабағымыз балалар осымен аяқталды. Сау болыңыздар.